Сол кезде қандай күй туралы айтылады? Осыны бекеге күй деген көптік деп қояды. Ол бізге бөлексін. Қобыз тобы қандай күй туралы екен? Ботаның өзіне жеміс тапқаннан кейін келетінде шығаратын күй дейді ғой. Сол күй тыңдап көрейік қазір мұнда. Байдан екі баласы аң аулап кемейдеп деуін айып қойыпты. Ағасы інісінің өлгенін көріп, қайғырып, інісін жеген аюда аты балмақ болып аңдиды. Бір кезде аю билей басып, анда-санда тұра қап зорлап келе жатады. Балақ жүндері сусылдап, қозғалған сайын ісінен жалтылдап, от ұшқындайды. Аңдып отырған жігіт аюды атып, келісін сойып алып үйіне келеді. Әкесіне іні өлімін естуге алмайды. Әкесі, кәне балам, қандай аттың деп сұрайды. Үлкен ұлы керемет домбырашы екен, аюдың келісін әкеліп, әкесінің алдына тастайды да бір күй шекеді. Күйді тыңдап отырған бір ақсақал ауыр күрсініп, байға баласының өлімін естіп, көңіл айтады. Сондағы жігітті шеткен күйі осы екен. Қандай күйді не туралы әңгіме? Ол жерде бір байдың баласы болады да, екі баласы болады. Біреуі аңға шығады, біреуі тағы жаққа шыққан кезде ол аю. И оның ағасы інісінің аю жегенін білген кезде қатты қайғырады да сол аюды атып алмақшы болады. Бір кезде оны өлтіреді, терісін екі апарады, әкесіне көңіл айтады. Жеңілдеді. Әкесі бір күйеуіне күйде жалғастырды. Әкесіне айтып берді, әкесі күйеуіне еді ғой. Ол жақта шатасып кетті ғой. Жарайды, сүйікті сол. Бір топ біз емес, бір топ емес. Әкесіне айта алмай, күймен жеткізбекші болады. Ол және де өте керемет күйші болады, күйші алады. Сол ағасының немесе інісінің өлгенін әкесіне күймен жеткізеді. Ол күйдің атын білеміз ба? Жоқ. Ала берейік. Жорға аю күйі. Жорға аю? Иә, жорға аю күйі. Қандай жорға? Тыңдап көрейік қазір.
Жоқ, әр топ өзінікін мысалға домбыра тобы. Домбыраның басына жаңағыдай осы не оқып қой, жаңағы бәріндегі бойынша жоспар құрамыз. Жаңа оқыған мәтінге жоспар құрамыз. Әжеге қараңдар. Домбыраның басы, оқиғаның басталуы. Домбыраның ортасы, дамуы. Домбыраның соңы, аяқталуы. Әр топ өзінің салады. Сен домбырасы ба домбырасы? Ол қаусы. Ботаның боздауы сол кездегі. Ал үшіншісі болса, сол ботаның боздауы бейнеленген күйдің атауы боздау. Ал қол ұстауды бағалаймыз. Жоқ, кемшіліктермен артықшылықтар қандай болды? Қандай болып қалған? Апай қараңыз. Қойш, сәл слышно. Солай айтады, суретін маңызды емес. Ой, онда отырыңдар ал. Қазір сендердің сөйлегендерін көреміз. Болды, шыға салайыншы. Жоқ, айтады, жазбай керек. Оймен құра беремін. Апай, оймен айта сала бола ма, жазбай-ақ. Кетіп жүр. Зор идея болды. Қолымыздың ақыры оны шаба алмай қалды. Ой, атаң әлі. Қобыз бізде қобыз. Қобыздың ең бірінші жоспарымыз былай бастадық. Ең бірінші мәтін бойынша екі дос, бір байдың баласы, екі бауыр, ағайындылар аңға шығады да, аңда бір бауырын жығып қояды аю. Сол аюды аюдан кек алмақшы болады да, қатты ашуланады, сол аюға аңға шығады, өлтіруге. Сол аюды өлтіруге. Аю бауырын жеп қойды ғой, соған енді аюды өлтіріп, терісін үйіне әкесіне апарып бермекші болады. Және де оны өлтіріп, аюдың терісін әкесіне оны барып тастап, өзі соны күймен жеткізбек. Иә, домбырамен күймен жеткізіп береді. Сосын соны жеткізіп атып, оны жанындағы шалғысыз қойып, оны әкесіне әкесіне оны өліп қалды деп жеткізеді. Күй арқылы жеткізеді. Күйдің аты жалпы аю ма солай? Шырағына салмай ма? Жорғай. Айтамыз, домбыра тобы, ал қандай кемшілік? Артықшылықтары, яғни барлығын түсіндіріп, жақсылап айтты, оның не туралы болғаны. Ал кемшілігі біз суретін көре алмадық. Суреттері тоже кішкентай болып қалған. Сендердікіне көркем болды ма білесің ба? Жақсы, отырамыз.
ертең аукционда 1 миллион болып тұрады. Қанша уақытқа қоңырауға? Сонымен апатты бірімізде бағаламыз қоршанға қатысты арқылы. Ал домбырадағы қоқыстауын бағаламыз. Өзіміз топтарымызды, иә? Жоқ, қоқыстауын. Басқа топты бағалайсың ба? Мен Орнатып. анау, Абай, әлі бірінші яғни қызыл басқарған бағалайтын едім. Молодец. Не себептен? Себебі олардың түсіндіруі топтық жұмыстар жақсы болды. Келесі топ. Мен де оларға мынандай берем. Себебі оларды жақсы түсіндірді және де бізден қарағанда уақытты тиімді пайдаланды. Жақсы. Аяғым жиналып. Келесі бізде блиц турнир әдісі. Күйдегенде Қазына жерде шымартай бар. Ал бірінші сұрақ, күй дегенімізде Абай. Адамның ішкі жан дүниесін, ішкі айғайын сол күймен арқылы жеткізсе болады. Яғни күй арқылы өзінің ішкі жағдайын, айғайын сипаттап береді. Бірдемді ішкі жан дүниені сипаттайтын бірдемді зат ол күй. Екінші сұраққа. екінші сұрақ күйге арналған Абай, мен ғой. Абай, перне деген еді. Шаң қобыз, қобыз, перне. Меніңше осы асылға перне домбыра дегенде перне олас. Тағы кім айтады? Екінші неге ма сұрақ? Абай, үшінші Екінші сұраққа айткен жоқ. Абай. Күйге арналған аспаптар. Ең бастысы домбыра мен қобыз және де олардың неше түрлі түрлері. Домбыраның мысалы қаншама деген түрлері бар. Аттарын білмеймін, бірақ сол жатады. Абай үшіншіге жауап берсем бола ма? Үшінші сұрақ, домбырада қанша перне Абай. болады? Айтады. Домбырада 9 перне болады. 9 перне болады, дұрыс. Абай, Екі Бірақ қандай ағаштан жасалады? Абай. қайын ағашынан және де өте мықты жаңғақ ағашынан жасалады. Домбыра ма? Иә. Апай сосын айтсам бола ма? Апай шырша ағашынан жасалады. Шырша. Бізге күйші солай айтқан ғой. Еңгі. Шырша еңгіден жасалады. Шырша және де ақ еңгі ағашы. Апай, бес айтайыншы. Келесі без. Құрманғазы. Қорқыт деп ат беру ғой. Келесі ақтақ киім арасындағы күйшінің артығы. Апай. Ақтақ киім арасындағы күйшінің артығы. Бұлар ақтақ киім арасындағы күйшінің артығы. Хан. Ханым. Күйшінің аты. Көмейіне. Не? Қорғасында. Дикитания көп. Ерге жан бөле. Кет бұға. Кеш бұға. Бұға. Апай, қолайды ғой. Жақсы. Мөлдір апай отырамыз. Келсе. Қолымыздың қол атау себебі неде? Апай айтсам бола ма? Апай себебі қылқобыздың несі андай салбырап тұрады ғой. Жоғары. Сол сол неден қылдан жасалады. Қандай ағаштан жасалады? Айтсам бола ма? Ұмытып қалдым ма? Мөлдір апай айтар едіңіз? Абай да білмейді ау сонда. Шырша деді ғой. Ақ еңкі ағашынан. Қалай? Ақ еңкі. Ол не? Ағаш қой, ағаш қой. Аша ағашынан жасалады. Сосын Шырша. Қайын, қарағай. қайыннан жасалады. Апай, тоғызыншы апай. Керек. Қандай керек білесіңдер? Абай айтсам бола ма? Астан киім, қос киім, келіншек және андай.
Тағы да Абай айтсам болады ма? Адай киім білеміз. Сосын жорға аю дегенді білеміз. Адай киім деген көбінесе мысалы оны адай киім тойларда қояды ғой, бас қойғанда. Сол кезде қояды, бірақ та негізін айтып та ол күйді Құрманғазы түрмеден шыққан кезінде ойлап тапқан деп. тағы да қандай күй білеміз? Жақсы. Сіздерге нота суреті бар, қағаз таратамын. Осы арқылы сабағымызды бекітеміз. Рахмет, сабағыңыз өте көргенді рахмет сабағыңыз. Аты жөніңіз жазамыз. Бұл сабақта не түсінік? Кезінде ақын сермебеге отырған ресей негізі дейді. Сәлеметсіз бе? Бүгін сабақ бітірген бе? Жоқ. Өткен сабақтарымыз қандай тасымалдар өтті? Қандай сабақ өтті? Домбыра өтті. Үй тапсырмасына 11-ші тапсырма 87-ге сәйкестендіру берілді. Музыка аспаптарының атауын түрлеріне қарай топтап жазыңыз. Үрлеп ойнайтын бұғыншақ, састырнай, сыбызғы, твистырнай, керней, астауық, қоссырнай, ұран, үскірік, сықырауық. Шерт ойналатын домбыра, жетіген, шертер. Қияқпен ойналатын қобыз, қылқобыз. Ұрып ойналатын дабыл, дамбыра, дауылпаз, кепшік, шындауыл. Сілкіп ойналатын қоңырау, асыдай шын. Жақсы, отырау. Арысқы? Үрлеп ойналатын бұғыншақ, қамыс, сырнай, састырнай, сыбызғы, сырнай, керней, тастауық, ұран, қасырнай, үскірік, сықырауық. Шерті ойналатын домбыра, жетіген, шерттер. Қаяқты ойналатын қобыз. Ұрып ойналатын дабыл, дамбыра, дауылпаз, кепшік, шындауыл. Сілкіп ойналатын қоңырау, асатаяқ, шын. Үрлеп ойналатын бұғыншақ, қамыс, сырнай, керней, қоссырнай, састырнай, сыбызғы, тастауық, ұран, үскірік, ысқырауық, мейсүрнай. Шерті ойналатын домбыра, жетіген, шертер. Қияқпен ойналатын қобыз, шақобыз. Ұрып ойналатын дабыл, дамбыра, дауылпаз, кепшік, шын, шындауыл. Сілкіп ойналатын асатаяқ, қоңырау, дудыға. Ашық, қамыстырнай, састырнай, сыбызғы, мейсүрнай, керней, тастауық, қоссырнай, ұран, үскірік, ысқырауық. Шерті ойналатын домбыра, жетіген және шерттер. Қияқпен ойналатын қылқобыз. Ұрып ойналатын дабыл, дамбыра, дауылпаз, кепшік, шындауыл. Сілкіп ойналатын қоңырау, асатаяқ, шын. Қандай жұмыс орындар бар ма? Кім алды? Үрлеп ойналатын бұғыншақ, қамыстырнай, састырнай, сыбызғы, мейсүрнай, керней, тастауық, қоссырнай, ұран, үскірік, ысқырауық. Шекті ойналатын домбыра, жетіген, шертер. Қияқпен ойналатын қобыз, шаңқобыз. Ұрып ойналатын дабыл, дамбыра, дауылпаз, кепшік, шындауыл, дудыға, шын. Сілкіп ойналатын шындау, асатаяқ. Жақсы. Болды ма? Ешқандай оқуларда болды ма? Жақсы. Жалпы бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз күй музыканың
ерекше жанры, иә. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз мәтін бойынша проблемалық сұрақтар шығару. Дебат сияқты. Мәтін бойынша. Соның келесі бізде мына суреттерден қандай ұлы тұлғаларды көріп тұрмыз? Құрманғазы. Жоқ, Асан қайға? Жоқ, Асан қайға емес. Қорқыт. Құрманғазы емес, ә? Құрманғазы Сарыбайұлы Қорқыт ата. Дина Нұрпейісова. Композитор. Дирижер. Дирижер дейміз, әнші, домбырашы, күйші. Есіме түспей тұрсың. Композитор емес па баяны? Композитор ма? Айтам, есіме түспей Нұрғиса Нұрпейісова. Қобыз домбыра. Жұмыс орындаймыз. Бірінші домбыра тобы. Екіншісі қобыз домбыра дегеніміз не екен? Домбыра айтайын ба апай? Домбыра деген апай. Айтайын ба? Қобыз деген әсем әуендерді жүректі тербейтін әуен шығаратын аспаптардың бірі болып саналады. Және де ол қобызбен бізде Қорқыт атамыз күй тартатын болған. Бірақ бір жағынан жері қобызды абайлап тарту керек. Егер абайлап тартамасаң үзіліп кетеді да көзіне айтамыз. жақсы, ал енді қазір кітапты ашайық. Кітап ашайық, 88-ші бетті ашайық. 88-ші бет. Бірінші мәтінді домбыра тобынан оқысын. Бірінші мәтінді оқысын. Дауыстар. Алакөл сулама заманы болса керек. Халық басына күрті ол елден жерден айырылған ауыл түрмеден түскен жол бір шақта орта дәулеттіліктің ақ інгені болған екен. Батасы оққа ұшады да иесі ақ інгеніне жүгір атып күнге ұрып басып ауа көшкен елмен бірге кетеді. Бір жерге жетіп көліктер өзгеретін суытып адамдарды демалдырады. Кешке таман астырынген өзге түйелердің ішінде жоқ болып шығады, іздеп таппай. Ағын кестің кеткеннен ол кетіп ортасында жүйгіліп қалған жаңа қарай бет алған жолда